Аллах тағала Құран кәрімде пайдалы орындарға өздеріңнің сүйікті нәрселерің мен малдарыңды шығармай тұрып, жақсылық, ізгілік деген нәрсеге жете алмайсыңдар деп, бүтін адам баласын шын ниетпен ұлт ісіне қызмет етуге шақырады. Кейінгі ғибрат алалық, үлгі тастап кетіп, алғыс алармыз ба? Жоқ, әлде далаға лағып, жөнсіз кетіп, қарғыс лағынет алармыз ба? Кеудесінде көзі бар адамға көп ойланар жұмыс. Жалғыз жүріп өз басын қорғаймын десе, кісі бәледен құтылады. Көппен жүріп өз басын қорғаймын десе, көпті құдыққа тығады. Көп мақсатта иін тіресіп, тізе қосып, бір жүрсе табылады. Терең білім, ұлт тарихына құрмет. Қазақ халқының азаттығы мен құқығы үшін күрес. Алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейханұлының кісілік келбетінің бір қыры ғана. Мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай болмақ. Адамға ең қымбат нәрсе жұрт қамы, жұрт ісі. Замана сипаты, білімі көптер жұрт билемей, малы көптер жұрт билер заман. Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын? Баланы ұлша тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл болмақшы. Мойындағы борышты білу білімнің ісі, борышты төлеу адамшылық ісі. Мектептің жаны мұғалім, шежіре, заман хат, өмір баян, мінездеме, бәрі де тарихтың жемі есебіндегі нәрселер. Ахмет Байтұрсынұлы және Алаш партиясы. Ол қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым. Қазақтың ақыны, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы және қоғам қайраткері. Ол қазақ ғылымы тарихында ұлттық әліпби жасап, жаңа емле, төте жазу, араб графикасы сынды жаңа үлгі ұсынған реформатор. Ол қазақтың 100 жылда бір туатын ірі тұлғасы Ахмет Байтұрсынұлы. Қазақ тілі бай, тазар үйлі жұрт тілі деп бәріміз айтамыз. Бірақ құр бай, таза деумен тіліміз өздігінен сақталып, әдебиетіміз өрбіп кете ала ма? Қай жұрттың тілі болса да, туы басында біздік секілді таза да әрі бай болған. Бірақ олар көші жұрттардың сөздері қосыла-қосыла жүре бұзылған. Біздің қазақ тілі бұрын ылғалсыз, таза болса да, бұл кезде басқа жұрттармен араласа бастадық, басқа жұрттардың оқуын оқыдық. Қазақ тілін сақтаймыз. Балаларымызды қазақша болсын дегенде, бұлардың бәрі негізі тіл құралы екенін ұмытпасқа керек. Алаш қозғалысының көрнекті қайраткері Міржақып Дулатовтың ұлты үшін жасаған қызметтері мен еңбектері қазіргі таңда әр қазаққа аян және мақтаныш. Небәрі 24 жасында оян қазақ деп ұлтына ұран салған Міржақып Алаш қозғалысының басында тұрған еді. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың жері, тарихы, тұрмысы, мінезі бәрі айнадай ашық көрініп тұрады. Қазақ тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіз түндей тымық, біресе құйында екпінді тарихы, асықпайтын, саспайтын, сабырлы мінезі бәрі көрініп тұр. Қазақтың сар даласы кең, тілі де бай. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін.